Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт. Көптен күткен мажор фильмінің журналистерге арналған көрсетілімі болды. Ең алдымен фильмді түсіруге қатысқан ұжымның барлық мүшесі қызыл кілеммен жүріп өтті. Журналистермен бірге шоу-бизнес өкілдерінің басын қосқан бұл жиыннан көпшілік ерекше әсер алды. Көрсетілім алдында баспасөз конференциясын өткізіп, басты кейіпкер Марсель бастаған жас ұжым тілшілердің барлық сұрақтарына жауап беруге тырысты. Музон арнасына арнайы сұхбат берген Марсель Махмуди бұл фильм арқылы қазіргі жастарды, өз замандастарын, болашағын ойлауға шақыруды мақсат еткенін айтты. Бұл менің алғашқы дебютым. Сосын көп нәрсеге жеттім, жетістікке жеттім. Мажор фильмнің мақсаты ол осы қазіргі өзіміздің жастарымызға қалай айтсам болады, не көрсету болды, үлгі көрсету. Осы фильм арқылы мен үлгі көрсеткім келді. Менен жастылар, менен кішкене үлкендер, жастар, олар қателеспесін, болашағын ойласын, қате жолға түсіп қалмасын деп ойым болды. Шетелде білім алып жүрген Марсель Махмуди алтын ғасырдың жастарын көріп жүргенін, сол үшін де мажор фильмін түсіргісі келгенін айтты. Фильмде жастарды жақсылыққа шақырар, тәрбиелік мәні бар дейді жас актер. Қалай десек те, бұл жас баланың алғашқы дебюті екенін естеріңізге саламыз. История предательства. Он не при делах, Мария. Айта кетейік, жаста болса үлкен қадамға батылдық танытқан Марсель Махмуди белгілі мұнай магнаты Махмуд Нәлбаевтың ұлы. Мажор фильмін түсіруге спонсорлар тартайық деген ұсынысты Марсель қабылдамаған. Себебі ата-анасына арға сүйеді дейді актриса Қымбат Кеңесбай. Негізгі менің ұсынысым Марсельге: Марсель, біз сенің отбасыңнан, біздің отбасымыздан ешкімнен ешқандай ақша алмаймыз. Өзіміз спонсор іздеп, менде бар ондай адам, бірге түсірейік, жасайық. Болғаннан кейін өзіміздің неге мүмкіншілігіміз бар екен ата-анамызға көрсетіп қуантайық. Олар таңғалып қалсын, оларға тосын сый жасайық дедім. Солай бастаған едім. Кейін Марсель айтты: жоқ, менің әкем сондай кісі тұлға бола тұра баласына басқа біреудің көмектескенін жөн көрмейді, сондықтан мен әкем көмектеседі. Жарайды. Фильмнің бас продюсері Анар Үрстемова шоу-бизнесте өзіндік қолтаңбасын қалдыруға тырысып жүрген маман. Ұлымның идеясын қолдау арқылы барлық жастарға жол көрсеткім келді дейді продюсер. Қазіргі біздің заманымыздың, ғасырымыздың індеті қыздар мен ұлдар мен қыз теке болып бара жатыр. Сол біздерді, ата-аналарды қатты қынжылтады. Баяғыда біздің ұлдарымыз қыздармен жүрсе, қыздармен жүрме, екіқабат қып қоясын дейтін ек. Ал қазір ұлдармен жүрсе, қорқатын болдық. Қорқатын заман болды. Ал қыздармен жүрсе, сен неғып жүрсің дейтін заман болды. Өздерің білетін шығарсыңдар. Сондықтан да қазіргі біздің 21-ші ғасырдың, қазіргі жастардың өсіп келатқан ұрпақтарымыздың індеті жастарды дұрыс тәрбиелеу мақсатында осы киноны біз түсірдік. Шоу-бизнес пен кино әлемінде өзіндік орны бар Сиви Махмуди інісі Марсельге кеңес беріп қолдауға тырыстым дейді. Сондай-ақ Сиви мажор фильмінде эпизодтық рөлге түскен. Шыны керек, ол кезде мен өзім параллельно кино түсіріп жаттым. Соқыр махаббат, сол себептен көмектесетін уақытым болған жоқ. Өзім киноға түсіп жүрдім, аяқ асты інім қалап қалды. Мен ініме айтқам, қолдан келгенше енді өнер жолына кірмей қой деген сияқты, енді өнер жолы ауыр, сен басқа салада жүрген дұрыс болады деп. Бірақ өзінің қалауы болғаннан кейін, хобби ретінде дегеннен кейін мейлі дедім. Сол себептен ондай шыны керек көмектесе алмадым. Арасында енді өзім түсіп кеттім эпизодтық рөлде. Сол жорығын ауызбен айтып отырдым, бірақ көбінесе көмектесе алмадым. Бірақ қазір енді шыққаннан кейін реклама жағынан, басқа жағынан көмектесіп жатырмыз. Мажор фильміне түскен актерлер мен режиссер Жанибек Усмановтың бұл алғашқы дебюті. Бас продюсердің айтуынша, алдағы уақытта бұл фильм Швейцария мен Сингапурда көрсетілетін болады. Сондай-ақ мажорды Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей елдері де сұрауда. Ал қазақстандықтар мажор фильмін бүгін 20 шілдеден бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көре алады.
Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.